Мысалға топқа бөлініп алайық, иә, бәріміз. Қазір карточка таратылады, бәріміз аламыз. Дегеніміз адамның ойынан шығарылған армандар. Жақсы, отырауыз. Ал екінші сұраққа кім жауап береді? Қиял ғажайып әңгімелер дегенді қалай түсінесің дейді. Не айтады? Өмірде болмайтын ойдан шығарылған заттар. Сұрақтарға жауап бер дейді. Бәріміз кітабымызды ашайық. 170-ші. Қиял дегеніміз не? Кім қалай түсінеді? Қиял дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік, оқушылар? Қиял фантастика. Иә. Қиял дегеніміз адамның ойынан шығарылған. Түсінеді. Қиял да ғой. Адамның ойынан шығарылған. Пайдаланып, қиял ғажайыптар әлемі туралы әнші қарап айтыңдар. Мен қарап айтып берсем оны. Иә, айта ғой. Bir күні ауылда бір әнші болады. Оның әндері деген бәрі тыңдап, бәрі оны бағалайтын. Сол кезде ол таудың беткейінен келе жатып, бір айдаһарды көреді. Ол айдаһар деген өте адамдар өте жындалған еді. Бірақ жаңағы әнші оның өз өлеңіне тыныштандырады. Жақсы, отырады. Сәлем Алла, қалың қалай, не істеп жатырсың?